Сәлеметсіздер ме балалар? Көңіл күйлеріңіз қалай, жақсы ма? Олай болса, ана тілі сабағын бастаймыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы жуан және жіңішке жұп дауыстылар. Жуан және жіңішке дауысты дыбыстар өзара жұптасады екен. Қанеки, келесі бейне жазбаға көңіл бөліп, мұқият тыңдап қарап алыңыздар. Жуан және жіңішке жұп дауыстылар. Дауысты дыбыс тілдің қатысына қарай жуан және жіңішке болып екіге бөлінеді. Қазақ тілінде 4 жуан дауысты дыбыс бар. Олар А, О, Ы. Және олардың жіңішке дауысты сыңарлары бар. Олар Ә, Ö, Сонымен балалар, жұп дауысты дыбыстар туралы бәрі түсінікті болса, онда оқулықпен жұмысты бастайық. Бүгінгі сабақта біз сіздермен Бүркіт Ысқақовтың «Отан» деген өлеңімен танысамыз. Отан деген не? Соны білетін боламыз. Мұқият тыңдаймыз. Отан сенің ата-анаң. Отан досың, бауырың. Отан өлкең, астанаң. Отан аудан, ауылың. Отан тарих, отан тіл, жасаған елің, ер халқың. Отан өлең. Отан жыр, көтерген көкке ел даңқын. Мінеки балалар, осы өлеңді балалар біз мәнерлеп оқып және жат. Балалар, өлеңді түсініп, мұқият оқып болсақ, ақылды өкіміз бізге мынандай тапсырма беріп тұр. Осы өлең жолдарына сүйеніп, отан деген не екен? Отан туралы не білдіңдер? Қанеки, мына бос торкөздерге сол сөздерді жазып көрейік. Әрине балалар, отан деген ол ата-ана екен. Ол біздің достарымыз екен. Ол біздің тұрып жатқан туған өлкеміз. Яғни біз қайда тұрамыз? Күршім ауылында тұрамыз. Міне, отан деген ол тарих. Өткенді балалар біз білу керекпіз. Ата-бабаларымыз туралы, олардың жүрген жолдарын, олардың істеген істерін, соның бәрін біз ұмытпай құрметтеу керек екенбіз. Отан деген ол біздің анамыздан дарыған өзіміздің туған тіліміз екен. Біздің тіліміз қандай тіл? Әрине ол қазақ тілі. Отан деген балалар, ол біздің туған еліміз, жеріміз. Отан деген ол біздің туған туыстарымыз. Осылай бізді қоршаған ортаның бәрін отан деп айтады екенбіз балалар. Сондықтан біз отанымызды қайту керекпіз. Отанымызды өте қатты жақсы көру керекпіз. Оны сүю керекпіз. Оны сақтау керекпіз. Оны құрметтеу керекпіз. Тектен текке ата-бабаларымыз айтпаған ғой. Отан, оттандастық. Әрбір адамның өз отаны болады. Біздің отанымыз Қазақстан. Балалар, қараңыздаршы, ақылды өкіміз бізге қызықты тапсырма дайындап қойыпты. Кел, ойланайық, ұйқасын табайық. Тыңдаймыз. Төрге оны төсеп, қабырғаға ілем. Оның аты не балалар? Суретте көрсетіліп тұр. Әрине, оның аты кілем екен. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Ағып жатыр бұлақ, жағасында, не балалар жағасында? Жағасында құрақ. Жақсы, енді келесі тапсырмаға көшейік. Қараңыздаршы, біздің қарындаштарымыз бізді күтіп тұр екен. Олай болса, дәптер мен жұмысты бастаймыз. Бүгінгі сабақта біз сіздермен Л әрпін әдемі етіп жазамыз. Л
әрпі ол қандай дыбыс еді? Ол дауыссыз дыбыс. Көркем минутын жазып болсақ, балалар, келесі тапсырма, екінші жаттығу. Мақалды көркем жаз дейді. Бізге мақал беріліпті, қараңдар. Отансыз адам, ормансыз бұлбұл. Мақалға назар аударайықшы, балалар. Ормансыз бұлбұл болмайды ғой. Кез келген орманға барсақ, біз құстардың сайраған дауысын естиміз, яғни бұлбұл ормансыз өмір сүре алмайды. Олардың мекен жайы орман. Сол сияқты адам да отансыз болмайды. Солай емес па? Кез келген адамның өз отаны болады. Біздің де өз отанымыз бар. Біздің отанымыз Қазақстан, оның ішінде Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Күршім ауылы, және ол біздің үйіміз, біздің отбасымыз. Балалар, сіздерге отан деген не екені түсінікті болды ма? Келесі тапсырманы орындайық. Мына жерде, балалар, дәптерде бізге отан туралы білетінімізді жазып болсақ, балалар, үшінші жаттығуға көшейік. Мына жерде, балалар, бізге сөздер берілген. Осы сөздерді біз салыстырып оқиық. Содан кейін оны көшіріп жазамыз. Сонымен, балалар, бүгінгі ана тілі сабағы аяқталды. Бүгінгі сабақта біз сіздермен жуан және жіңішке жұп дауыстылар туралы білім алдық. Сонымен қатар отан деген өлеңмен таныстық, балалар. Сіздерге үйге тапсырма, осы өлеңді әдемілеп отырып жаттап келесіздер. Олай болса, келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.